Балалар, бүгін ана тіл сабағында буын тақырыбын жалғастыратын боламыз. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылық. Осы сабақтан сөзді буынға бөлуді, сөздегі буын санын анықтауды білетін боласыздар. Және балалар, бүгін Бағдаршамның жасыл көзін көбірек жинауға тырысыңыздар. Сонымен бірінші тапсырма, бірінші жаттығуды бәріміз бірге оқу керекпіз. Алматы метросы. Алматы метросы жаңа метролардың бірі. Әлемнің барлық метро бекеттері бір-біріне ұқсайды. Ал Алматы метросының бекеттері өзгеше. Ол 9 бекеттен тұрады. Мұндағы Мәскеу бекеті екі елдің достық белгісі дейді. Балалар, мына мәтіннен біз Алматының метросы туралы білдік, иә? Енді тағы да толығырақ метро туралы білгілерің келсе, мына сілтеме арқылы өтіп, тағы да қарап шықсаңдар болады. Сонымен балалар, мәтінді оқыдық па? Мәтіннің не туралы екенін білдік па? Бейне жазбаны қарап шықтық па? Алматы қаласындағы метро туралы әңгімелеп көрдіңдер ма? Егер барлығына иә деп жауап беріп отырсаңдар, онда Бағдаршамның жасыл көзі сендерге жанып тұр деген сөз. Енді дәптерімізді ашып, қолымызға қаламсаптарымызды алып, О деген әріпті көркемдеп жазып аламыз. Жазу барысында мына бейне жазбаны кідіріске қойып қоямыз. Сосын екінші жаттығуға назар аударайық. Екінші жаттығуда өлеңді көшіріп жазу керек бізге. Өлеңді тағы да жазу барысында бейне жазбаны кідіріске қойып қоямыз. Жазып болсақ, енді өзімізді тексерейік. О әрпін көркем жаздық па? Өлеңді көшіре алдық па? Қатесіз жаздық па? Алматы, метро, мекен деген сөздерді буынға бөліп көрейік. Алматы деген сөзде 3 дауысты дыбыс бар, демек 3 буын бар. Метро деген сөзде 2 дауысты бар, демек 2 буын бар. Мекен деген сөзде 2 дауысты бар, мекен, 2 буын бар. Егер осының барлығын қатесіз орындасақ, бізге тағы да Бағдаршамның бір жасыл көзі жанып тұр деген сөз. Балалар, бүгін ережені тағы да қойып қойдым сіздерге. Осы сабақта сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Буынның ашық, тұйық, бітеу деген 3 түрі бар. Ашық буын кейде жалғыз дауысты дыбыстан құралады, кейде дауыссыздан басталып дауыстыға аяқталады. Тұйық буын дауыстыдан басталып дауыссызбен аяқталады. Ал бітеу буын дауыссыздан басталып дауыссызға аяқталады. Ережені еске түсірдік, иә? Буын түрлерін ажыраттық, Бағдаршамның жасыл көзін алдық. Енді сергіту сәтін жасап аламыз. Сергіту сәтін жасап болсақ, үшінші жаттығуға назар аударайық. Буындар берілген. Буындарда мына суреттегі заттардың атын жазамыз. Құрастырып көрейік. Кірпі, балық, аққу, торғай және күшік. Буындардан сөз құрадық па? Енді сол сөздердегі буын санын анықтадық па? Демек тағы да Бағдаршамның жасыл көзі біздікі. Енді балалар, дәптеріміздің 3-ші жаттығу деген бөліміне мына жаңағы біз құрастырған сөздерімізді буынға бөліп жазып көрейік. Және әрбір сөздегі дауысты дыбыстардың астын сызып отырамыз. Өйткені сөзде неше дауысты болса, сонша буын болатынын біз білеміз. Буындардан сөз құрадық. Құраған сөздерімізді буынға бөліп жаздық. Сөздердегі буын санын анықтай аламыз. Ендеше тағы да бір Бағдаршамның жасыл көзі біздердікі. Сонымен қанша Бағдаршамның жасыл көзін жинадыңыздар? Оны мұғалімдеріңізге немесе маған жіберсеңіздер болады. Бүгінгі сабақтан не білдік? Сөздерді буынға бөлуді білдік. Буын санын анықтауды үйрендік. Буын түрлерін ажыратуды үйрендік, иә? Сонымен балалар, бүгінгі ана тіл сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.